Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Зайырлы көзқарас подкаст бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы діни бірлестіктер мен қоғамның діни тұрақтылыққа қатысты жұмыстары және псевдосаляфизм деп аталады. Тақырыбымыз өте өзекті, сондықтан да біз бұл тақырыпта сөз қозғау үшін студиямызға Шымкент қаласы бойынша бас имамның орынбасары, бірнеше кітаптардың авторы Ақтамберді Мұсабек ағамызды шақырып отырмыз. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы еліміздің тыныштығы мен тұрақты даму үшін діни тұрақтылық аса қажет. Ал діни тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін ел болып, қоғам болып бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Бүгінгі таңда қаламызда діни тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Шымкент қаласы бойынша өкілдігінің атқарып жатқан жұмыстарына тоқтала кетсеңіз аға. Жақсы. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барлығы мақтау мадақ жалғыз Аллаға, адамзаттың асылы ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға, Алланың құлымын, пайғамбар алейхиссалату уассаламның үмметімін деген халқымызға, баршамызға Алланың нұры, берекеті жауған болсын деп тілеймін. Әрине, әуелі Алланың арқасында, екінші мемлекетіміздің қамқорлығының, ынтымақ бірліктің арқасында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы халқымыздың ішінде асыл дініміздің туын жоғары көтеріп, ұрпақтар сабақтастығымен жалғасып келе жатқан сол сүнниттік бағыттағы имам Ағзам Абу Ханифа мектебінің амалдарымен халыққа қызмет етіп келе жатырмыз. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазіргі таңда биылғы жылы бұл 5 бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз. Соның бірі барлығы жалпы қоғаммен ғой. Қоғамсыз болмайды. Соның бірі бірегейі бұл жаңағы дін мен дәстүр бағыты, оқу ағарту бағыты және де мынау дискурсивті діни өкіл ағымдармен жұмыс. Содан кейін ихсан бағыты деген сияқты бағыттарымыз. Ал енді біздер қазіргі таңда Шымкент қаласы өкілдігі, қаламызда 90-нан аса мешіт бар. Барлық Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиал болып табылады. Имамдарымыз сол діни басқарманың жыл басында бекіткен жаңағы жоспары бойынша жұмыс істеп келе жатырмыз. Әр діни және де мемлекеттік күнтізбеде қандай іс-шара бар, мерекелер бар, соған байланысты біздің іс-шарамыз жүре береді. Мысалы айталық, біз Рамазан оразасын өткіздік. Рамазан оразасында халыққа қажетті не? Бұл мұң-мұқтаждар бар, жетім жесірлер бар, соларға жаңағы елден, халықтан түскен қайырымдылық іс-шараларын ұйымдастыру. Қайырымдылық іс-шаралары бұл мұң-мұқтаждармен қатар не бар? Бұл жерде жаңағы бізді сол елбасымыздың елдің азаматтарын сыртқа тастамаймыз деп жусан операциясымен оралған жат ағым өкілдерінің де отбасылары бар. Оларды қамтимыз. Күнделікті мешіттерімізде ауызашар берілетін болса, сонымен қатар жаңағы бұл айда беретін сол елдің, халықтың зекеті, қайырымдылық іс-шаралары, ауызашар қоржындары, сол сияқтының барлығын бізе имамдарымыз ұйымдастыра отырып, бүкіл мешіттерде өздерінің айналасындағы және де жаңағыдай сұраныс өтініш білдірген азаматтарға таратып, сонда бір көмектерді жүргізіп жатыр. Бұл іс-шара бұл Рамазан айында атқарылған болса, кейін Құрбан айтта бізде не істейміз? Құрбан 2025 деген онлайн форматтағы халық үйреніп қалған. Қазір әркім енді мүмкіндігі жоқ, іс-сапарда жүреді, басқа да шаруалар көп. Жаңағы онлайн ақшасын аудара отырып, оларға қандай ақшасына лайықты мал алып, оның видео есебін беріп, құрбандық еттерін жаңағы мұң-мұқтаждарға таратып жатырмыз. Сол сияқты енді қазіргі осы тұрған айымыз қазір енді ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам туылған айы мәуліт айы делінеміз. Енді бұл мәулітті анау дейді, мынау дейді, жалпы бұл пайғамбарымыздың өмір тарихын білу, пайғамбарымызға салауат айту, бұл әрбір мұсылманмын деген Алланың құлының ол мойнындағы міндеті.
Себебі бұл ілім ғой. Ілім үйрену керек. Пайғамбарлардан не қалған? Ілім қалған. Пайғамбарлардан дүние, мал, мүлік, динар, дирхам қалмайды. Олардан ілім қалған. Сол ілімді не қылу керек? Әрбір адам баласы үйреніп, пайғамбар алейхиссалату вассаламның сүннетіне лайықты амал жасау керек. Мінекей сол жаз уақытысында не істедік біздер? Жаңағы жаз уақытысында имани жаз деген айдармен бүкіл мектеп қабырғасындағы балаларды мешітке келгендерін ата-аналарының өтініш беруімен, рұқсатымен ата-аналар өздері алып келіп, өтініштерін жазып, жаңағы бала осы жерде діни имандылық сабағынан сусындасын деп алып келеді. Оған біздерді қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы бағдарлама түзіп берген. Ол жаңағы бірден келіп жаңағы әлif, бә, тә, сә деп жаңағы арабшадан үйрету емес, яғни бірінші баланың бойына имандылық дәнін егу, тәрбиесін сіңіру. Дастарханда қалай отыру, үлкенге құрмет, кішіге ізет, жүру, тұру сияқты әдептерді үйрете отырып, жайлап сол арнайы бекітілген жоспар бойынша 48 сағаттық дейміз ба, сол кітапша бар, сол арқылы балаларға имани жаз бағдарламасы бойынша қызмет көрсетілді. Енді қазір жаңа айтып отырмыз, мәуліт келді, мәулітте де бұл не істейміз енді? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға мадақ өлеңдер, өлең жырларын айта отырып, пайғамбарға салауат жолдай отырып, жаңағы қайырымдылық іс-шаралары. Қайырымдылық іс-шаралары бұл не болды? Жаңағы мәуліт тәттілері балаларға болсын, үлкендерге, мұқтаж жандарға көмек. Әрбір мешіттерде өздерінің мешіттің жамағатының үлес қосуымен атқарылып жатыр. Сонымен қатар пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам қандай ойын түрлерін жақсы көрді? Спорттық ойындарды. Мысалға жүгіру делік, күресу делік, садақ ату, жүзу деген сияқты. Міне жақында ғана бізде мынау қаламыздың таза ауасын тарқатып тұрған Дендари паркіне барып, жаңағы шәкірттермен жүгіріп, марафон ұйымдастырып, сонымен қатар оларды жаңағы садақ атқызып, турникет атқызылып, спорттық іс-шараларын ұйымдастырып, балаларды бір серпілтіп, салауатты өмір салтын. Сонымен қатар міне қазір күнделікті бізде қаламызда не? Қаламыз қазір өте әдемі көркейіп келе жатыр. Қаламыздың гүлденуі, әрбір көшесіне сондай бір нәр беріп, сондай бір ерекше бір көз қарасаң тоймайтын жағдайда бір әдемі бір көгалдандыру жұмыстары жүргізіп жатыр. Солардың барлығында біздер елге, халыққа тазалықты сақтайық. Бұл бөтен жер емес. Өзіміздің тұрып жатқан мекеніміз, өзіміз жаңағы неге өзіміз қорғаймаймыз? Неге біз өзіміз ластайтын болсақ, басқалар не істемейді онда? Сол себептен біз елге, халыққа сол жағынан осындай дүниені біздерге тиісті мемлекетте отырған азаматтар, біздің әкім мырзалар мысалға айталық, сондай мүмкіндікті жасап беріп отыр. Ал енді оны үйлестіріп, оны бұзбай, әдемелеп, таза ұстау, осы елдің, халықтың үлесінде емес пе? Азанымен тұрып жаңағы тазалықшылар бала шағасын мектепке жібере алмай кейбіреулер сол қаланың тазалығына шығып кетеді. Олар асықпай тұрып, қала таза ғой, тазаланбай-ақ жаңағы кейінірек барып тазалайтын жағдайға жеткізетін кім? Осы біз ғой әрқайсымыз. Сол себептен көлікте кетіп бара жатсақ та, ана шегіп алған темекімізді лақтырмай, болмаса жаңағы жүріп бара жат бір немізді таста жібермей, қалада Құдайға шүкір әрбір жерде сондай қоқыс тасталатын орындар бар. Соған тастап, бұның бәрінде бізде сол тазалық иманның жартысы деген айдармен де қаламызда бүкіл ел жұртқа, осы ел халық жиналып қалған кезде осындай дүниелердің бәрін насихаттап айтуымыз. Енді бұл дін деген уақытында ойламаңыздар, дін ол тек қана мешітте ғана дін деп. Жоқ, дін бұл бүкіл біздің өміріміздің ғой. Адам туылғаннан бастап, мына ақыретке кеткенге дейін табытқа түсіп кеткенге дейінгі аралықта не тіршілік жасаймыз, соның барлығы діннің амалы. Дінмен байланысты дейсіз ғой. Дінмен байланысты, оны бөліп жарып қарауға болмайды. Сол себептен ол не істелуі керек? Әрбір шаңырақта, әрбір отбасында бұл нәрсе қолға алыну керек.
Өте керемет. Жалпы діни тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында діни басқарманың өкілдіктің атқарып жатқан жұмыстары орасан. Оны кеше ғана мен айта кетейін тағы да. Берік мырза, кеше ғана біз үлкен бір жиында болдық. Сол кезде үлкен мемлекет қайраткерінің азаматының өзі, мен ол кісінің атын атамай-ақ қояйын, сол кісінің өзі қолымды алып рахмет айтып, мінекей сіздердің жұмыстарыңыз елге, халыққа көрінбейді. Қаншама осындай руханиятқа, елдің, халықтың руханиятына үлесін қосып жатырсыздар деп. Шындығында ғой, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тас лақтыратындар көп, имам молдаларға тас лақтыратындар көп. Бірақ шындап келген уақытында, сол біреудің балтыры сыздаса, болмаса жағымсыз түс көрсе, болмаса шаңырағында бір қаралы, қазалы жағдай болатын болса, бірінші мешітке имамға келіп жүгінеміз. Келеміз, имамға келіп, имам жаңағы кезінде мына пандемияның уақытысында қандай болды? Сонда қаншама имамдарымыз қайтыс болып кетті. Сонда да не істеді? Олар сол өзінің мойнындағы міндеттерін атқарып, арғы дүниеге азаматтардың барлығы жаназамен кетті. Бір адам әлеуметтік желіде бір жерде бір шу болды ма, мына пәленше бір жаназасыз кетті деген жоқ қой. Ондай нәрсе жоқ қой. Соның барлығына үлесін қосып, халықтың отына кіріп, түкілімен шығып жатқан осы дін қызметкерлері. Керемет аға, яғни жоғарыда жақсылап өзіңіз мысалмен де келтірдіңіз. Енді осы діни ахуалдың қалыпты жағдайды сақтау жолында қоғамның үлесі қаншалықты деңгейде? Қоғамның үлесі көп. Ол жалғыз имам молдалардың мойны артып қоюға болмайды барлық дүниені. Әсіресе діни ахуалды. Діни ахуалды әрбір адам өзінің отбасы қара шаңырағынан бастау керек, дастарханынан бастау керек. Дін дегенде жаңа айтып отырғанымыздай, ол бір бөлек, сол бір мешіттің төңірегінде қаралатын дүние емес. Отбасында балаларға ұлттық құндылықты сіңіре отырып тәрбиелеуіміз керек. Көне гректің пәлсапашылары айтқан екен, ұлт болып қалыптасам десең, мына 5 құндылығыңды бойларыңа сіңіріп өсіру керек деген екен. Оның діні, оның тілі, оның ата мекен жері, оның әдет ғұрып салт дәстүрі, оның тарихы деген екен. Мінекей, осы құндылықтарымыздың бәрі бізде бар. Ал дініміз, Құдайға шүкір, қазір қолымызда. Қара шаңырағымыз бар. Біздерге пәтуа береді. Қай кезде ауыз бекітіп, қай кезде ауыз ашу керек екендігін, қай кезде құрбандығымызды шалу керек екендігін, айт намазын қай кезде оқу керек екендігіне бізге пәтуа беріп, соның дұрыс бұрыстығын мойны алып отырған қара шаңырағымыз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Дініміз, Құдайға шүкір, бар. Тіліміз, тіл туралы заңымыз бар. Одан неден қорғамыз? Біз әрбір азаматтан, Қазақстанның азаматынан өзіміздің мемлекеттік тілде маған жауап беруін сұраймын деп айта аламыз. Көрдіңіз ба? Ол заңмен қорғалған. Ал енді үшінші делік бізде ата мекен жеріміз, оңтүстігіміз, солтүстігіміз, батысымыз, шығысымыз көрші мемлекеттермен халықаралық деңгейдегі құжатпен бекітіліп берілген. Ешкім бізбен оны таласа алмайды. Ал енді әдет ғұрып салт дәстүріміз. Әдет ғұрып салт дәстүріміз, мінекей әрбір елді мекеннің өзінде мемлекет тарапынан жаңағы салт дәстүрлер орталығында ашып беріп қойды да. Олар өздерінің жұмыстарын қазір жастардың арасында, мынау жалпы қоғамда насихаттап жатыр. Кемде емес ізденсек, жан жағымызға қарасақ, Құдайға шүкір, салт дәстүрімізде жеткілікті. Ал тарихымыз, тарихымыз терең. Сондықтан Құдайға шүкір, қоғам еш уақытта, ешқашан бұл дін мәселесі болсын, қоғамдағы әлеуметтік тұрмыстық жағдай болсын, қазіргі жағдайда шет қалып жатқан жоқ. Әрбір адам осы дінім көркейсе екен, елім көркейсе екен деп, елдің азаматтары әйтеуір аузынан жырып тапқан таянғанын осы елінің ынтымақ бірлігіне жұмсап жатқан азаматтарымыз жоқ емес, оны өзіміз көріп жатырмыз. Ол дінге де жанашырлық жасайды, ол елге де жанашырлық жасайды. Елдің де жыртығын жамап, ауылынан, есігінің алдынан суын ағызып, светін жағып, жаңа көшесін туралап беріп жатқан азаматтарымыз жоқ емес. Мінекей сондай азаматтарымыз аман болсын. Ал сондай азаматтарымыз ол ортамызда, ал енді олар жаңағы дінге де, елге де, тілге де үлесін қосқан уақытында қоғам, Құдайға шүкір, дамиды ғой ондай қоғам. Сол дами беруін Алла Тағала нәсіп етсін деп сұраймыз да. Керемет, яғни діни ахуалдың қалыпты жағдайда сақталуында қоғамның үлесі өте көп. Сондықтан олар да бейжай қарамай, өздері отбасы қара шаңырағында, ошақ қасында сол ұлттық құндылықтарды, асыл дінінің құндылық заңдылықтарын бәрін не қылып отыру керек? Жеткізіп отыру керек.
Керемет аға. Енді өзіңізге мәлім, бүгін күнде өздерін сәләфиміз деп, таза дінді немесе шынайы дінді біз ұстанамыз деп санайтындар бар. Оларды дін мамандары псевдосәләфизм, яғни жалған сәләфи деп атап жатады. Сізден сұрайын деген маға, сәләфи ұғымы мен псевдосәләфидің ара жігі қандай? Және олардың қоғамға қаупі қаншалықты деңгейде? Енді өткенде бір әлеуметтік желіде бір қарындасымыздың, бір бауырымыздың осы сәләфизм мен псевдосәләфизм екеуінің ара жігін ажыратып халыққа айтқан бір дүниесін естіп қалдым. Жалпы бұл сәләфи деп біз кімдерді айтамыз? Бұрынғы өткендерді айтамыз. Яғни ол пайғамбар алейхиссалату вассаламның көзін көрген, одан кейін пайғамбардың көзін көргендерді көрген, оны көрген жаңағы табиғиға дейін соларды солай деп айтамыз. Ал енді алдыңғы өткендер олар. Ал енді кейінгі өздерін солардың деңгейіне теңейтіндер, олар жаңағы бұл қазіргі өздерін алдаңқыратып, соларға ұқсау бағытында жүрген азаматтар десек болады да. Себебі мен өзім мынау Созақ ауданында сол дискурсивті діни өкіл ағымдарымен кездесу барысында жаңағы имам Азам Абу Ханифа сәләфи ма деймін де, я мен сәләфи деймін де, сөйтсем ана жаңағы аңқиып аузын жаңағы сөйтіп қарап қалған екен да. Енді ол сахабаларды көрген. Табиғин ғой, сахабаларды көрген адам. Сәләф ғалым ғой ол. Көрдіңіз ба? Ал енді сонда соны келіп сол имам Ағзамға келіп сол өзін соған теңеп отыр да. Анау әлif ба та жалпы араб әріптерінің грамматикалық, фонетикалық жағын дым түсінбейтін адам келеді да, жаңағы не дейді, өзін соған келіп теңейді да. Оған теңеп қана қоймай, ол ағым жаңағы ол ұстанымда жүргендерді теріске шығаратындар да бар ғой. Көрдіңіз ба? Содан келеді да, мынау дұрыс емес, мынау қате ұғым, өзінің адасып жүргеннен қоймайды. Жалпы мен айтар едім, жалпы ондай азаматтарымызға мынау тарихты оқу керек. Тарихты оқу керек, пайғамбар тарихын оқу керек, сахабалар тарихын оқу керек, ислам тарихын, жалпы пайғамбарлар тарихын оқу керек. Ол жалпы біреудің айтуымен өздері жаңағы біздерді соқыр еруші деп атайды ғой жаңағы. Соқыр еруші деп біз емес, қайта олардың өздері соқыр еруші. Сол біреудің етегінен ұстап айтқан, ананы тыңдама, сен адамсың ғой, сен өзің жаңағы тұлғалық қабілетің бар ғой, сен ақылға салмайсың ба, ойланбайсыңдар ма деп Аллах Тағала бірнеше аяттарда осындай бір адамзатқа ескерту салады да. Білім иелерімен білмейтіндер тең ба деп Аллах Тағала ескертеді. Сол кезде адам ойлану керек қой. Сол білетіндер мен білмейтіндер тең ба деудің өзінде не жатыр? Білім жатқан жоқ па? Ақыл жатқан жоқ па? Яғни не қылу керек? Ақылды олар жүгірткісі келмейді. Сендер бірінші барасында да ақылға жүгінесіңдер деп. Жоқ, Алла Тағала айтып отыр ғой сол нәрсенің барлығын. Сол себептен Алла Тағала біздерге берген ақылды біз сол ұлы ғалымдарымыздың көрсеткен ілімдерін пайдалана отырып амал жасауымыз керек. Олар келеді жаңағы өздерінің соңғы саяси көзқарасқа құрылған дүниені келеді, бізге тықпаштайды. Сол мен айтар едім де, егерде солардікі дұрыс болатын болса, қаншама азаматтарымыз, қаншама ата-аналарымыз, қаншама бауырларымыз сан ұрып жылап қалған жоқ па? Кетті ғой солар, қаншаны жәннатқа барамыз деді, соңы неге түсіп опық жеп жатыр? Аға, керемет. Осы жерде бір анықтап алатын нәрсе де, мына көрермендерімізге түсінікті болу үшін. Жалпы қазіргі өздерін жаңағы айтып жатырмыз, псевдосәләфи, яғни жалған сәләфиді ұстанып жатқандар қандай аргументтерді алға тартып, өздерін жаңағы бұрынғылармен салыстырады. Қазіргілер олармен біз мынамен бұлар келеді да, бұлар не айтады? Құдай Тағаланың алдына барған уақытында сен салт дәстүрден сұра алмайсың ғой дейді да. Бүгін салт дәстүрді жоққа шығарып жіберді да. Ол кезде болмаған. Жалпы біздің елге ислам келген уақытында сол исламның құндылықтары мен халқымызда бұрын атқарылып келе жатқан әдет ғұрып салт дәстүрде өзінің өміршеңдігін жалғастырды. Немен? Сол Алланың үкімі пайғамбар алейхиссалату вассаламның сүннетімен байланыса отырып.
Яғни қарама қайшы келмеген. Қарама қайшы келген жоқ. Қарама қайшы келетін болса, біздің ата бабамыз оны о баса алмас еді. Сол себептен біздің кейбір ата бабаларымыздағы құндылықтар бұл ислам дінінің қағидаттарына тура келуімен ол өзінің өміршеңдігін жалғастырып кетті да. Яғни бізде саф таза дейікті, саф таза ата бабаларымыз сол мейлі исламға дейін болса да сондай құндылықтарды, әдет ғұрып салт дәстүрлерді орындағанын, кейін ислам келуімен қатар ол өзі біргелесіп жүріп кеткендігін байқаймыз. Сонымен қатар жаңа өздерін сәләфиміз деп ұстанатындардың бір ерекшелігі Құранды болсын, аятты болсын, одан кейін мынау келе мағынасында түсіну ғой жаңағы. Буквализмге бару. Болмайды бұндай нәрсе. Осы нәрсені кеңінен түсіндіріп бере аласыз ба? Оның тікелей мағынасында түсінумен жалпы тәпсірдің арасы. Жалпы қараңыздар, қазір бізде бірнеше авторлардың өзіміздің мемлекеттік тілде değil, қазақ тілінде аудармалары бар да. Құранның аудармалары бар да. Рәтбек Қажы Нысанбайұлының, содан кейін жаңағы кейінгі шыққан мысалға Ешат Оңғаровтікі бар. Мысалы қазір муфтияттан шығып жатқан аудармалар бар. Содан кейін Нұралы Өсерұлынікі бар. Ахат Қажынікі бар. Сол көп енді. Солардың барлығы мысалға әрбір жеке адам Алланың құлы, пайғамбар алейхиссалату вассалам үмметі аударды. Ол аударған, ол Құранның үкімін бере алмайды. Көрдіңіздер ме? Әр адам өзінің сол сөзге байланысты, бір арабтың сөзіне байланысты әртүрлі синонимді пайдаланады. Ол жердегі синонимдер көп. Синоним көп қой, әртүрлі. Мысалға, бір сөзге бірнеше синоним бар да, Рәтбек Қажы мына сөзге қатысты мына бір сөзді алатын болса аудармасына, басқа Нұралы Өсерұлы басқасын алды, Сәуле Қажы басқасын алды, Қалифа Алтай басқасын алды деген сияқты. Сол кезде ол мағынасы өзгеріп кетеді сондықтан оның. Жаңағы мен Құранда осындай деп, жаңағы аудармасын тікелей алып керек болса, ол үкім алуға да болмайды. Тек қана әрбір адам жеке өзі үшін түсінуге болады. Мынау аятта осындай деп берілген екен деген түсінуге болады. Бірақ бұрынғы ғалымдарымыз барлығын тәпсірлеп берген. Тәпсірлеп берген, оның ұлы ғалымдарымыздың тәпсіріне, сол аятқа қатысты, сол сөзге қатысты жаңағы қандай мағыналарды пайдаланған екен, ол жерде не қаралған екен, не қамтылған екен деген дүниені қарау керек қой. Қазір келеді да мысалға біреудің аудармасын алады да тікелей мағынасында түсінеді. Буквализмге барады да, мен Құранда осылай деген. Ол Құранда емес, сен пәленшенің аудармасында осындай деген десең, онда құлаққа кіреді да. Көрдіңіз ба? Ал егер де сіз сондай мықты болсаңыз, біліміңіз болса, әрбір араб тіліндегі сөздерді талдап беруіңіз керек та. Талдап, мағынасын шығарып, содан кейін барып, сіз айтсаңыз, мен мынандай талдап шықтым, мына грамматикалық тұрғысында, мынау не тұрғысында, лексикологияда, анаусында, мынаусында деп барлығын талдап алды, содан кейін барып басқа ғалымдардың көзқарастарын, олар қалай берген екен қараса, онда, мұны әлхамдулилля дейсің ғой. Ал келеді да, тікелей мағынасына түсінеді, ол өзі адасады. Мен жақында осыған байланысты бір мысал келтірейін. Мен де оның скриндеп алғам, бірақ кейін ол азамат оны әлеуметтік желіден алып тастады. Бұл батыстық жігіттің біреуі. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан былай деп айтылған хадис келеді да. Кім түйенің етін жесе, барып дәрет алсын деген хадис бар. Міне сіз пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисін оқып келе жатса, осы хадиске кез болдыңыз да. Түйенің етін жесе, дәрет алсын. Сіз ойлайсыз, түйенің етін жеген адам дәреті бұзылады екен дейсіз да? Тікелей мағынасы солай. Сөйтті да ол не деді? Бауырлар, ақилар деді да, ол айтты да әлеуметтік желіде. Түйенің етін жесеңдер, дәреттеріңді алыңдар, дәреттеріңді жаңартыңдар деді да. Сөйтіп әлеуметтік желіге салып жіберді. Содан кейін оның астынан әртүрлі көзқарас пікірлерді жазды. Пікірлер де бар да. Содан кейін қарасам алып тастапты. Себебі неге? Жаңағының не үшін айтылған ол хадис. Не үшін пайғамбар алейхиссалату вассалам түйенің етін жегендерің бар дәрет алыңдар деген белгілі бір адамға, белгілі бір жерде ғана айтылған дүниеде, ол бүкіл жаппай пайғамбардың үмметіне қатысты емес ол.
Көрдіңіз ба? Бір себебі болғаннан кейін айтқан астарлап айтылған әңгіме. Астарлап айтылған нәрсе. Сол сияқты пайғамбарымыздың неше түрлі хадистері бар да. Оны жаңа буквализмге тікелей мағынасына түсініп алады да, и содан кейін өзі адасады біріншіден, екіншіден өзгені де адастырады да. Сол сияқты Құранда да Әл-Имран сүресінің 7-ші аятында келеді да. Оны білім иелеріне, оның жаңағы Құранда жаңағы астарлы түсінетін ұғым бар, ұқсас мағыналы аяттар бар, оны білім иелеріне соларға қалдыру керек деп, ар-расихуна деп келеді. Көрдіңіз ба? Сол себептен оның барлығын білмей жаңағы тікелей барып алып, ой, осыған осылай үкім деп жасайын деп, ол өзің адасасың бірінші, өзгені де адастырасың. Бізде осы нәрсе көп қой. Иә, бұл сұрап жатқан себебім, бізде мынау мешіттерде жаңағы кітап дүкендеріне барған кезде сатушы қыздың өзі таңғалып айтып жатыр да. Біз мына Құран кітапты сатуға қойғанбыз, барлығы сараптамадан өткен. Бірақ бір кісілер келді да, Құранға қараттан, ой, бұл мынау біздікі емес екен деп тастап кетті. Сонымен мен түсінбей қалдым дейді. Сонда ол қалай, мына Құран деген жалпыға емес пе, бұл бөліне ме деп түсінбей қалдым. Кейін айтты ғой жаңағыдай осындай. Аналардың көзқарасымен бермеген де түсініктемесін. Мәселе сонда. Көрдіңіз ба? Олардың жаңағы әрбір сол жердегі анау ұқсас мағыналы сөздерге, астарлы түсінетін сөздерге қатысты Құрандағы аяттар бар ғой. Соларға аналарға сол өздерінің діни сенім көзқарастарына лайықты түсініктеме бермегеннен кейін ол біздікі емес дейді. Әйтпесем Құран Алланың кітабы, ол бәріне бірдей ортақ қой. Иә, бір кітап қой деп сол ол кісі де түсінбей тұрған сол жайынан. Иә, жалпы бұл жерде өзіңіз айтпақшы, діни білім жан-жақты болмаса, кез келген жаңағы ағымдарға қосылып кету қаупі бар дейсіз ғой. Жалпы бұл псевдосаляфизмнің қауіптілігі, сіз айтып отқандай, қоғамға іріткі салу, бөлу, содан кейін жаңағы біреудің көзқарасы мен елдің арасына лаң салу ғой. Яғни саяси астары бар да. Олар қазір ойламауы мүмкін. Өздері білмеуі мүмкін. Білмейді да. Бұл жаңағы саяси астары бар да. Сол себептен егерде шынайы мұсылман болатын болса, ол ілімге жүгіну керек еді. Шынымен, мыналар имамдар бекер айтып жатқан жоқ. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деп жатыр. Мен осы бір өңіліп көрейінші, мен осы бір тексеріп көрейінші деген адам бар ма? Жоқ. Себебі неге? Себебі сендер ол жақты оқымаңдар. Сендер оларды тыңдамаңдар. Себебі сендердің көкелеріңе күмән салады дейді. Сөйтіп оларды о баста не қылып қойған? Жаңағы зомбилап қойған. Бірақ енді жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, діни тұрақтылық бағытында 5 бағыттың бірі осы деструктивті діни ағымдар ұстанушылармен осылармен жұмыс жасау барысында көпшілік жаңағындай қайтып дәстүрлі дінге қайтқандар баршылық. Аллаға шүкір, баршылық. Бізде қазір Аллаға шүкір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл бағытты күн тәртібінен қалдырған емес. Сонымен қатар біздің Шымкент қаласында осы жергілікті ақпарат насихат тобы бар. Сол жергілікті ақпарат насихат тобы қазір мұнау темір тордың арғы жағында тоғытылып жатқан шатасып, әлеуметтік желіден білмей біреудің жаңағы діни насихатын біреуге бөлсе отырып қылмыс жасап қойғанын білмей қалған бізде қандай өрімдей жас балаларымыз бар да. Солардың барлығымен қазір сол біздің имамдарымыз және де тиісті дін мәселелерін зерттеу орталықтарындағы теолог мамандарымыз солармен жұмыс істеп жатыр. Мысалға айтайын, мен өзім солармен жұмыс істей отырып, мысалға түзеу мекемесінде қайтып, солар кейін бостандыққа шыққаннан кейін үйленіп, ол батыстың жігіттері үйленіп, тойларына шақырып, тойларына барып қайтты мысалға. Тойлар кәдімгідей, мен айтайын сізге, жалпы мен өмірімде сол азаматтың, жаңағы батыстағы теракті дейміз, болмаса жаңағы бүліктің ішінде болған азаматтардың тойы маған рухани ұлттық құндылықтармен әсер берді ма? Сондай бір әдемі бір мән мағынасы, тәлім тәрбиесі мықты бір той болып қабылдадым да мен. Көрдіңіз ба? Мен біздің өзіміздің Шымкентте қаншама тойларға барып жүрмін, бірақ ондай тойды мен батысқа барып көрдім да. Көрдіңіз ба? Сол азаматымыздың сол өзіміздің дәстүрлі бағытқа бара отырып, ата-анасының жаңағы, олда ата-анасының жаңағы әлпештеп отырған баласы, сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жағы жоқ демекші. Құдайға шүкір, анау өзінің үйірін тапқаннан кейін Аллаға шүкір дейсің ғой. Керемет аға.
Аға, енді осы сұхбатымыздың соңында мына елімізде, қаламызда діни тұрақтылықты сақтау үшін қоғамға, соның ішінде жастарға айтар кеңес ұсынысыңыз? Ал енді құрметті Берік мырза, жалпы мен қазіргі жастарға айтатын едім, бұл әсіресе бүкіл әлем ғалымдары дабыл қағып жатыр. Бұл 21 ғасырдың дерті деп жатыр. Әркімнің өзінің әлемі пайда болды деп жатыр. Әкенің, ананың, қыздың, баланың, еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін қазір мынау смартфонды, ғаламторды пайдаланатын жағдайға жетті. Дұрыс, таяқтың екі ұшы бар. Бұның да пайдасы бар, бұның да зияны бар. Сол себептен көбіне бұған емес, негізі кітапқа үңілуді жастарымызға көп кеңес берер едім. Сол себептен өзіміздің қандай ұлы шығармаларымыз бар. Абай жолы сынды, сол сияқты ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп өскен азамат еш уақытта, ешқашан ол бір жат ағамның жетегіне кетіп қалады деп ойламаймын. Себебі жаңағы айтылып отырған 5 құндылық деді ғой. Сол 5 құндылықтың бірі осы тарихы, әдет ғұрып, салт дәстүрі, соны білу керек. Сонда ғана ол өзінің несін негізін жоғалтпайды. Мен жастарымызға, әсіресе қазіргі осы жас буынға соны айтар едім. Алданып қалмасын, болмашы дүниелермен алдана бермесін, уақыттарын босқа кетіріп алмасын. Ол уақыт қайтып келмейді, бітті. Қазір сол мүмкіндік бар. Мүмкін бірінші бетін оқу қиын шығар, қиналсын. Екінші бетті оқу қиын шығар, қиналсын. Үшінші, төртінші бетті өткеннен кейін ол кітап оқу жеңіл болып кетеді. Мен сондай кеңес берер едім. Керемет аға. Сізге осындай сұхбат беріп, өзіңіздің пікірлеріңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, жалпы еліміздің діни тұрақтылығын сақтау үшін тек қана мемлекеттің мүддесі деп, мемлекеттің ғана жұмысы деп қана қарамай, оған жалпы азаматтық танытып, ел болып, қоғам болып бірлесе атсалысуымыз өте маңызды. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар.